Жапондықтардың өмір салты мен мәдениеттері қалай айтсам екен. Өзгешерек бізге бір түрлі болып түйілуі мүмкін. Ол туралы арнамда бөлек видео бар. Оң жақтағы хабарламаға басып, қарап шықсаңыздар болады. Ал бүгінгі видеода Жапония тарихындағы ең сұмдық, ең қатыгез және ең тапқыр қылмыстар туралы айтып беремін. Бүгінгі оқиғалардан шок боласыздар. Осы видеоға лайк басып, арнама жазылып, қоңыраушаны мыжып тастайтындарыңызға сенімдімін. Олай болса, сіздерді Рилнар арнасында қош көрдік. Баршаңызға сәлем. Жалған эпидемия. 26 қаңтар 1948 жыл, Токио қаласы. Тейгин императорлық банкінің бөлімшесіне ақ халат киген ер азамат кіріп келіп, өзін эпидемиолог деп таныстырады. Дәл қазір қала тұрғындары жаппай қантышқақ індетін жұқтырып жатыр. Сол үшін барлықтарыңмен айтқан дәріні қабылдауларың қажет деген сөздермен мед шамаданынан 2 бөтелкені шығарды. Бірінші бөтелкедегі қызыл сұйықтықты тамызғышпен тіліне тамызып, екінші бөтелкедегі түссіз сұйықтықтан кесеге құйып ішіп жіберді. Бұл жерде бәлкім жапондықтардың тәртіпке бағынатын қасиеті жаман рөл ойнады. Банктың 15 қызметкері және бір қызметкердің кішкентай баласы дәрігердің артынан қайталап, оның ұсынған дәрісін ішеді. Көп ұзамай сұмдық басталды. Бірінші болып Нисимура есімді бухгалтер ыңырсылап жерге құлады. Шамалы жанталасып, жатқан жерінде үні шықпай қалды. Оның артынан қалғандары құлай бастады. Қиналғаннан айқайлап, домалап, соңында үндері өшті. Банктың ішінде үнсіздік орнады. 16 адамның бәрі есін жоғалтып, жерде жатты. Жұмбақ эпидемиологтың берген дәрісінен 11 қызметкер мен кішкентай бала сол жерде жанын тапсырды. Ақ халаттағы кісі өзіне риза болып, өліктерді аттап кассаға қарай бара жатты. Ол жерден өзінің шамаданына 164.000 иен және 17.400 иендік чек пен ақ халатын салып, банктан шығып кетті. Бұл сұмдықта тірі қалған 4 адам қылмыскерді сипаттап бергенімен, оны қолға түсіру қиынға соқты. Десек те, полиция бұған дейін оның 2 банкқа келіп кеткенін анықтады. Йокогама айлағының қасында орналасқан банктың басқарушысы эпидемиологтың сөзіне сенбей, бірден денсаулық сақтау министрлігіне қоңырау шалған екен. Ал ол кезде жұмбақ қылмыскер ізін суытқан. Ал Тойкоку банкінде қылмыскер дозамен шатасып, банк қызметкерлерін уландыра алмаған. Сол себептен бәрі аман қалып, банк тоналмаған. Одан бөлек қылмыскер Тойкоку банкінде визиткасын тастап кеткен. Визиткада дәрігер Сигару Мацуи, Жапонияның денсаулық сақтау министрлігі деп жазылған болатын. Бірақ дәрігер Мацуидің бұл іске қатысы жоқ екені бірден дәлелденді. Соған қарағанда біреу оның визиткасымен пайдаланған. Бұл жолы жапондықтардың пысықтығы жақсы рөл ойнады. Дәрігер өз визиткаларын санап жүрген екен. Ол 92 адамға визиткасын беріп, олардан қайта визитка алған. Яғни алған визиткаларда сол адамдардың аты жөні болады. Полиция 92 күдіктіні мұқият тексеріп шығады. Ең қатты күдікке ілінген адам жапондық танымал суретші 55 жасар Садамиси Хиросава болды. Хиросава 21 тамыз 1948 жылы тұтқындалып, өмірінің соңына дейін түрмеде отырды. Жұмбақ қылмыскер Хиросава екенін дәлелдейтін айғақтар болды, бірақ оларды аса сенімді деуге келмейтін. Мысалы, Тейгин банкіндегі тірі қалған 4 адамның 2-і ғана қылмыскерді таныды. Бір жағынан банк тоналғаннан кейін Хиросава аяқ асты байып кеткен. Әйеліне 80.000 иен беріп, 45.000 иенді банктегі шотына салған. Хиросава оны суреттерінде саттым деп түсіндірді, бірақ дәлелдей алмады. Тағы бір версияға сәйкес, ол тыржалаңаш суреттер салған үшін ақша алуы мүмкін. Бірақ Хиросава оны мойындаса, жылдар бойы жинаған абыройынан айырылатын еді. Банктен ұрланған чек бойынша біреу ақша шешкен, ал чектегі жазулар Хиросаваның қолына ұқсайтын, бірақ толық емес. Хиросаваны тұтқындағаннан кейін ол кінәсін мойындады, бірақ кейін ол сөзінен бас тартты. Ол полиция маған қысым көрсетіп мойындатқызды деді. Бәлкім, полиция оны азаптаған да шығар. 1950 жылы сот шешімі бойынша Хиросава кінәлі болып табылып, өлім жазасына кесілді.
Жапонияның заңдарына сәйкес қылмыскерді өлім жазасына жібермей тұрып, оны әділет министрлігі мақұлдауы қажет. Осылайша Хиросава өлім жазасына кесілгендердің камерасында 37 жыл өткізеді. 10 мамыр 1987 жылы қайтыс болғанша. Ол уақыт ішінде Жапонияда 33 министр ауысып үлгереді. Бірақ олардың ешқайсысы Хиросаваны өлім жазасына жібермеді. Себебі оның кінәсін дәлелдейтін айғақтар сенімсіз болды. Күмәнді болды. Ал кейбір теорияларға сәйкес әділет министрлері өлім жазасын мақұлдамағандарының себебі олар білген. Банктың қызметкерлері әскери құпия удың әсерінен қайтыс болған. Ол уды жапондық құпия лаборатория жасап шығарған. Дәлірек айтсақ, биологиялық қару жасайтын 731 жасақ. Тергеу жүріп жатқанда полицейлер Сабуро Сува есімді дәрігерге шыққан екен. Ол сол лабораторияда жұмыс істеген және Тейгин банкін тонаған адамға қатты ұқсаған. Десек те, полиция Сабуроны қолға түсіре алмаған. Ол 1949 жылы белгісіз себептермен суда батып өлген. Өте күмәнді жағдай. Қалай ойлайсыздар? Инкассаторларға құрылған тұзақ. Жапония тарихындағы ең ұмытылмас тонау қылмысы 10 желтоқсан 1968 жылы жасалды. Сол күні Токио қаласында Никон Синтаку Гинко банкінің 4 қызметкері 294 миллион 370 мың 500 йенді, сол кездегі курспен 817 мың 520 доллар алып бара жатты. Кенеттен олардың жолын мотоцикл мінген жас полицей бөгеді. Ол инкассаторларға банк басқарушысының үйінде жарылыс болды. Маған сендердің көліктеріңе де бомба орнатылған деген хабар келді, деп айтады. Инкассаторлар көліктен түседі, ал полицей көліктің астына кіріп, бомбаны іздей бастайды. Бір кезде фургонның астынан түтін шығып, шоқтар ұшады. Полицей қазір жарылады деп айқайлайды. Оны естіген инкассаторлар қашып кетеді. Сол сәтте полицей фургонға отырып, ақшалармен белгісіз бағытқа кетіп қалады. Оқиға орнына келген полицейлер жалған полиция мотоциклынан басқа ештеңе таппады. Бұл іске 170 мың полицей кірісті. Жапония бойынша 110 мың күдіктіні тергеді. 780 мың қылмыскердің фотороботын тарқатты. Ұрлықшы із-түзсіз ғайып болғандай. Қылмыскерді де, ақшаларды да ешкім таба алмады. Негізі көбісі бір полицейдің 19 жасар баласынан күдіктенді. Бірақ ол өзіне қол жұмсап, бәлкім бұл қылмыстың құпиясын өзімен бірге алып кетті. Фильмнің кесірі. Және тағы бір бірегей қылмысты Отаке қаласының тұрғыны Акиоси Умекава жасаған. Акиоси 15 жасында әйел кісіні өлтірген. Десек те, кәмелет жасқа толмағандықтан оған ешқандай жаза қолданбаған. Арадан 15 жыл өтеді. Акиоси Сало немесе Содомның 120 күні атты фильмді көріп, кәдімгідей шабыттанып кетеді. Пьеро Паоло Пазолини есімді итальяндық режиссердің бұл фильмі зорлық, азаптау, азғындау элементтеріне толы болатын. Содан көптеген мемлекеттер бұл фильмге тыйым салған болатын. Бірақ Жапония емес. Олар ауыр нәрселерге өте құмар. Аталмыш фильмнен кейін Акиоси есінен адасқандай болды. 26 қаңтар 1979 жылы Акиоси Умекава екі полицей мен көшеде кетіп бара жатқан екі адамды атып тастайды. Сосын Токио Митсубиси банкіне баса көктеп 40 адамды тұтқынға алады. Оларға Сало немесе Содомның 120 күні фильмін көргесіндер ма деп сұрайды. Адамдар көрмегенбіз деген сәтте Акиоси онда сендерге көрсетейін деп әйелдерге шешініңдер деп бұйырады. Бұл сұмдық 2 күн бойы жалғасады. Банкты полицияның арнайы жасағы қоршайды. Бұл Жапонияның полиция тарихындағы бірінші жағдай болды. 28 қаңтар күні полиция банкке шабуыл жасау барысында снайпер Акиосидің басына оқ атып өлтіреді. Бұл сұмдық жағдай Жапония қоғамын дүр сілкіндірді. Жапондық жастар бұл сұмдықтан кейін солшылдық бағытты қолдамайтын болды. Және әрине бұл оқиға бойынша фильм түсірген. Олсыз болмайтын да шығар. Ал менде бүгінге осы достар. Мен тек болған жайттарды баяндап беріп жатырмын. Жапония немесе жапондықтарға қарсылығым жоқ. Комментарийде бұл қылмыстар туралы өз пікіріңізбен бөлісіп кетіңіздер. Баршаңызға аманшылық. Қызықты видеоларда көріскенше.